Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге үй жағдайындағы ең керемет компотты қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Дүкеннен алған соқтан шаршасаңыз, сізге дәл керек видео осы. Себебі сізді сергітетін және дәмі өте керемет, шөліңізді қандыратын компот осы видеода көрсетіледі. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген, яғни 2 мандарин, жарты лимон, 1 алма және жарты кесе тосап қажет болады. Мендегі тосап таңқурай тосабы. Өте дәмді болатынына сөз беремін. Ең алдымен жемістеріңізді жуып турап алыңыз. Мандариннің қабығын да ұмытпаңыз, себебі ең хош иіс беретін осы мандарин қабығы болып табылады. Қайнатылмаған 2 литр суық суыңызға осы барлық айтылған ингредиенттерді салсаңыз болды. Шекерді өз татымыңызға қарай салыңыз. Компотымызға қызғыш әдемі түс беру үшін тосап пайдаланғандығымыздан шекерді аз мөлшерде қосқаныңыз дұрыс, себебі тым тәтті болып кетуі ықтимал. Мінекей достар, барлық ингредиентімізді осылайша суға салғаннан кейін отымызды ашамыз. Суымыз қайнап бастағаннан кейін 15 минуттай жай отқа қойсаңыз жеткілікті. Осылайша сіздің ең хош иісті, дәмді, шөліңізді қандыратын компотыңыз дайын болады. Мінекей достар, бар жоғы осы ең дәмді сергіткіш сусынымыз дайын болды. Сусынымды тез салқындату үшін 2 бөлік мұзды пайдаландым. Сіз де отбасыңызды қуантыңыз. Таза және ағзамызға пайдалы сусынды жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.